Бесінші дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі істер ісіңді ертеңге қалдырма деген мақалды барлығы біледі. Жарқын болашақ туралы тек қана армандап, оған талпынуға ешқандай әрекет жасамау еш нәрсеге алып келмейді. Бір нәрсенің шешімін шығаруды кейінге ысырып тастау барлықтарыңызда болған жағдай шығар. Бұл ісіңізбен сіз өз арманыңызды алыс түкпірге тығып тастайсыз. Негізі аз-аздан бастағаныңыз жөн. Алғашқы қадам бұл ең басты және ең қиын қадам, бірақ сіз ол қадамыңызды басуыңыз керек. Мен өз алғашқы кәсібімді бастағанда кәсібімді немен және қалай жасарымды білмеген едім. Бірақ басымда ең басты идея болды. Мен жай ғана өзімнің жақсы костюмімді кидім де қалаға жүріп кеттім. Менде ол уақытта нақты жоспарым болған жоқ, бірақ жоспарсыз әрекет ете бастадым. Уақыт өте келе, менің алдымда жаңа мүмкіндіктер ашыла бастады. Ауада жүрген идеялар заттана бастады. Аздаған уақыт бұрын Америкада жанұямен өмір сүргенмін. Сондағы түсінгенім, Америка кәсіпкерлерінің жетістігі ол өзінің немесе өзгенің идеясын іске асыра білу қабілеті. Олар әрдайым жаңаға әуес болып келеді. Қандай да бір мүмкіндік болғанда әрекет етуді бастайды. Идея туды ма, бірден идеяны іске асыру әрекеттерін бастайды. Мысалы, Apple дүкендерінде компания өнімдерін қалай пайдалану туралы ақпарат берер залдары бар. Сондай бір залға кіргенімде көргенім, компанияның жас маманы iPhone-ның жаңа версиясындағы жаңа функциялар туралы ақпарат беріп жатты. Таң қалғаным, залда жас оқушыдан бастап зейнеткерге дейін әртүрлі жастағы халық жиналған екен. Жаңа мүмкіндікті пайдалану, тез арада әрекет ету, бұл адамның ойлану қабілет деңгейі болып табылады. Өз білімін практикада пайдалана алмайтын бейбақ адамдарға қарағанда, әрбір табысты кәсіпкер өз білімін практикада пайдалана алады. Абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалам.